Бұл отбасының нағыз көшпенді деуге болады. Өйткені 2019 жылы Қытайдан атамекенге ат басын бұрған. Сол көшкеннен Павлодар облысына келіп тұрақтапты. Олардың 3 баласы бар. 2 баласы мектепте оқиды. Кішісі балабақшаға барады. Қазір аудан орталығында тұрып жатыр. Павлодарға көшкелі себебіміз біз көктем айында жаңалық көріп отырғанбыз Қазақстан арнасынан. Содан осы Павлодардың жаңалығын көріп қалдық. Жаңалығын көріп қалып, содан сразу сол жерден шешім қабылдадық. Біз бұл жерде бұлай болмайтын. Енді ана жақтарда бізде енді малда ұстай алмадық қой. Мал ұстауда енді өте қиын болып кетті. Сондай болған кейін мына жақтан кішкене мал ұстап, енді біраз дамушылық болады екен бұл жақта. Кішкене жақсы, жан-бақсыққа болады. Соны көрдік тағы, сонымен бір нағашымыз болған. Сол нағашымызбен хабарласып, сонымен көшіп келдік. Көшіп 2021-дің соның ауылында тұрдық. Белесовка дейтін ауылда. Ол жерде 2024-ге дейін тұрдық. 2024-дің осы қыркүйек айында осы ауданға көшіп келдік. Айнұрдың отбасы мемлекеттен берілетін бір жолғы қолдау қаржыны алған. Соған үй алып, мал сатып алыпты. Азнаулақ түлікті бағып, жан баққан. Алғашқыда сол түске үйренісу де оңай болмағанын айтады.